Бүгінгі күнімді әдеттегідей кофе ішіп, газет оқумен бастадым. Кофе ұйқымды ашуға көмектессе, газет зейінімді ашуға көмектеседі екен. Таңмен таласып, оқырманның қолына жаңа ақпаратты жеткізу үшін баспагерлер түнімен еңбектенетін көрінеді. Қызық салая, сіз де қызығып кеттіңіз бе? Ендеше редакцияның тіршілігімен бірге танысайық. Алғашында Заман Қазақстан атауымен жол тартқан бұл басылым бүгінде Қазақстан дәуірі болып өзгеріп, 30 жылдан астам уақыт бойы үздіксіз жарық көріп келеді. Бүгін біз осы басылымның жұмыс барысымен танысамыз. Газет шығады, оқырманның қолына тиеді, бірақ оның ар жағында қанша еңбек жатыр. Қалай шығарады, қалай не қылады. Енді біздің кеңес үкіметінде бұрындары мұндай бізде мүмкіндік болған жоқ, мәселен әлеуметтік желілер болған жоқ. Бір ғана газеттің шығуы үшін бірнеше жұмылдырылған топ тынымсыз еңбек етеді. Бірі мәтін дайындаса, енді бірі беттеу мен дизайнға жауапты. Қазақстанның әр өңірінен хабар алып, ақпарат тарататын бұл ұжым кейде ұйқысыз түндерді өткізіп, газеттің жұмысына бар күшін жұмсайтынын айтады. Редактор өзі өңдеп, тақырыптарды тағы да өзгертулер енгізіп, сосын жауапты хат шыға береді. Жауапты хатшы бізге мындай макет сызады. Мындай макет. Бұл макетте бас тақырып қайсысы болады, өзі шешеді, қай жерге сурет береді. Бұның бәрін жауапты хатшы тікелей редактормен ақылдасып отырып шешілетін бұл макет болып есептеледі. Макет негізінде газет жасаудағы ең басты рөлді осы макет атқарады. Осы макетке қай материал түсті, сол ғана газетке түседі. Ертай Айғалиұлының айтуынша, газет шығару сырт көзге жеңіл көрінгенімен, артында үлкен еңбек жатқан үдеріс. Әуелі тілші дерек іздеп, ақпараттың анықтығын бірнеше рет тексереді. Уақытпен санаспай сұхбат алып, материалды жедел дайындау басты талап. Біз журналистке келдік па, жазушылыққа келдік па, сөзлерімнен көруім керек, көркем жазуым керек, әдемі қылып жазуым керек. Неше түрлі қылып құбылтып жазуға болады, формалары болады. Газетті дайындайтын әрбір маман журналистика саласының қыр-сырын меңгерген жандар. Басылымның дизайнын жасайтында, ондағы ақпаратты жинақтап өңдейтін де масс-медиа өкілдері. Көзге көріне бермейтін осы үлкен еңбектің арқасында оқырман сапалы әрі сауатты материалмен қамтылады. Газет дәуірі аяқталды деген пікір қоғамды жайлағанымен, сапалы сауатты өнім іздеген оқырман әлі де бар екенін ұмытпағанымыз жөн.